Есенов университетінде Маңғыстау өңірінің тұрақты даму үшін Қазақстан-неміс ынтымақтастық аясында воркшоп өтуде. Аталған воркшопқа Қазақстан мен Германия мемлекеттерінің өкілдері қатысуда. Олар аймақтық даму және де технологиялық өзгерістер тақырыбында тәжірибе алмасуда. Енді біздің көк ордамыз Есенов университетіне келген қонақтардан шағын сұхбат алуға тырысатын боламыз. Ол негіз бюрократия емес, ол баяғыда қалыптасқан дәстүр деп айтуға болады. Өйткені халықаралық қарым-қатынаста шетелдік университеттер бірінші жаңағы мәселеде профессормен қарым-қатынас жасасын деген ойдан бастайды. Бәріміз де сөйтіп жасап та жүрміз осыған дейін. Англияда биыл студентпен жүретін жаңа пойыз жүруге бастады. Мына жаңадан королі Чарльз Бирмингем қаласына Лондонға дейін сол немен жетті. Well, first, I'm the second time already in Aktau. I've been here to Navruz in March. And the impression is quite interesting because as a university we are interested in developing contacts with universities. Маңғыстау мен Атырау батыс өңіріндегі Есенов университеті мен София Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті бір-біріне жәрдем беріп, бір жаққа қарап, осы біздің Қазақстанның жаңағы водородная энергетика дейміз, устойчивое развитие дейміз, осының бәрін жүйеге асыруға бірге жұмыстануымыз қажет. Kazakhstan fill a very significant niche and play a role as a technology provider in this small-scale energy production around Kazakhstan in Central Asia. So a lot of scholarships were given back in Soviet times. Good quality, relatively good quality higher education. Was a German approach that says, look, can we send some of our scholars to Kazakhstan as well?